Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Ал бүгінгі сізге ұсынатын менің тағамым осындай етсіз дайындалатын картоптан нәзік дәмді болып шығатын рецепт. Осы рецептін дайындап көріңіздер. Ұнап жатса менің каналыма осы видеоның астына комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Достар, егер де осы видеоны көріп отырсаңыздар, менің каналымды дамытқыларыңыз келсе, өздеріңіздің үлестеріңізді қосқыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Ал енді біздің осы тағам дайындау үшін осылай 4 картоп қана қажет болады. Осы картопты осы үкіштен үлкен жағынан өткізіп, барлығын осылай үкіштен өткізіп аламыз. Міне осындай ұзынша болу керек. Осыларды қазір барлығын осы қайран ыдысымызға салып, картоптың үстіне салқын су құятын боламыз. Міне мен соңғысын үкіштен өткізіп жатырмын. Енді осыны дайын болғаннан кейін қазір салқын суға салып қоямыз. Салқын суға салып қоюдың себебі, жаңағы біздің тағамымыз дайындалған кезде крахмалдың дәмі болмайтын, нәзік болып шығады дәмі сонда. Енді осыны қайрадан осы ыдысқа салып су құямыз. 10 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. Осы картоп батып тұратындай ғана құйсаңыздар жеткілікті. Міне осылай құйып қойыңыздар. Енді осы картопымыз біздің дайын болғанша, 10 минут тұрғанша, оның үстіне біз қазір осындай көкөністер турайтын боламыз. Біздің тағамымыз етсіз болғандықтан, осындай көкөністер турап, ол тағамның, біздің картоптың дәмін келтіреміз. Осында бір пияз турап аламыз, оны сосын сұйық майға қызып тұрған табамызға қоратын боламыз. Пияз енді міндетті түрде осындай әдемі түсті болу қажет емес. Ақ пияздарыңыз болса да қора беріңіздер. Міне мен табам қызып тұр, осының үстіне осы кішкене сұйық май құйып, пиязымызды қорамыз. Пиязым қуырылғанша жаңағы тәтті бұрыштарды тураймыз. Мен 2 түсті тәтті бұрыш алдым, бір қызыл, бір жасыл, түсі әдемі болу үшін. Біз бұл көкөністерді барлығын қазір қуырып, біздің картоптың бетіне оны жаямыз әдемілеп. Осылай тәтті бұрышты жұқалап турап алыңыздар. Осылай 3-4 бөлікке бөліп тураймыз. Дәмді болып шығатын тағам. Менің отбасыма да қатты ұнады. Дайындап көріңіздер сіздерде. Ет болмағанда осындай құтқаратын тағамның бір түрі. Негізі картоптан әртүрлі тағамдар жасауға болады. Осындай етсіз де, етпен де дәмді болып шығады. Міне осыны енді қазір біздің қуырып қалған пиязымыздың үстіне тәтті бұрышты салып, оларды орташа отта пісіреміз. Ешқандай су құймаймыз. Осының үстіне дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қазір тек қана тұзбен бұрыш қана қосамын, сонымен қуырамын. Міне достарым, біздің картопымыз 10 минут тұрды. Енді осындай сүзгіге осылай үстіне құйып, суымен картопын бөлек сүзіп аламыз. Суы астындағы ыдысқа толып қалды. Жаңағы біздің картоптың суы осындай қоңыр түсті, крахмалдың дәмі барлығы кеткен, әдемі болып шығады біздің картопымыз. Міне осындай су шықты. Міндетті түрде шайып алыңыздар осылай. Енді жаңағы біздің пияз бен тәтті бұрыштың үстіне мен осындай петрушка қосамын қазір. Ол кішкене дәмін келтіретін болғандықтан, болмаса қоспай қойсаңыздар болады, немесе укроп қоссаңыздар да болады. Дәмі де, оның укроптың дәмі жақсы. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса беріңіздер. Енді осында біздің қуырылып қалған осындай көкөністердің үстіне қосамыз. Дәмдеуіштерін қосамыз, осылай араластырамыз. Біздің көкөністеріміз дайын. Енді біз қазір дайын болған картопымызды ыдысымызға салып, қайрадан қолмен сығып, жақсылап, суын барлығын кеткенше осылай сығып саламыз. Картоптың үстіне қазір жұмыртқа қосамыз. Осылай әбден сығып алыңыздар. Мен картопты салып болдым. Енді осы картоптың үстіне қазір мен 3 жұмыртқа қосамын. Міне осындай 3 жұмыртқам дайын. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша, міне менде паприка, базилик, қара бұрыш, тұз, және де роллтың приправасы, дәмін ұнағандықтан қостым. Және де осындай укроп кішкене турап, араластырдың дәмі кішкене әдемі болып шығу үшін, осылай енді барлығын араластырамыз. Тұзын, бұрышын өздеріңіз дәмін көріп отырыңыздар. Және дәмдеуіштерді өздеріңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді осындай темір форма, мен темір формаға мен сары май жағып қойдым. Негізі сұйық май жасаңыздар да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Енді осы картопты формамызға тегістейміз. Осы тегістеп болғаннан кейін жаңағы дайын болған көкөністерімізді бетіне тағы да тегістеп жаятын боламыз.
осылай ыдысымызбен тегістеп аламыз қасығымызбен. Енді осы көкөністерді саламыз. Бұл көкөністерді, бұл картоптың дәмін ерекше қылдырады. Осындай қуырылған көкөністер. Осылай жасап көріңіздер достар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өйткені дәмі керемет болып шығады. Астан сармай жаққан себебім, қазір біздің картопымыз піскен кезде қуырылған картоп тәрізді дәмі керемет болып шығады. Соны сұйық май немесе сармай жақсаңыздар да болады. Енді достар, осы үйлеріңізде 100 граммдай сыр болса, осы бетіне күшті өткізсеңіздер, дәмі енді одан да керемет болып шығады. Егер де болмаса қоспай қойсаңыздар да болады. Өйткені бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен үйде болғаннан кейін қостым. Енді осы картопымызды қызып тұрған пешімізге 200 градуста дайын болғанша пісіреміз. Менде 40 минуттай пісті. Осылай әдемі болып шықты. Дәмі де, иісі де керемет болып шығып тұр. Енді қазір сіздерге турап көрсетемін. Өте дәмді, әдемі қуырылған картопы күштен өткізілгеннен кейін өте нәзік болып тұрады астында. Осылай жасап көріңіздер. Міне достар, сіздерге бүгінгі ұсынған рецептім осы. Етсіз дайындалатын әдемі картоп. Ұнап жатса, менің каналымды қолдап жүрсеңіздер, өте қуанышты боламын сіздерге. Астына комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды жазсаңыздар, өте қуанышты боламын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойсаңыздар, жауап беремін достар. Міне осындай дәмді болып шығатын, тек қана аз ингредиенттен тұратын осындай дәмді картоп жасап көріңіздер. Ет жоқта құтқаратын тағамның әдемі түрі. Міне осындай нәзік болып, әдемі болып шығады. Достар, осы видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.